Жақсы сөз. Ол қандай сөз? Жақсы сөз дегеніміз ең әдемі сөз емес. Жақсы сөз дегеніміз ұйқасы мен буынағы, буыны мен ырғағы тең келетін сылдыр сөз де емес. Жақсы сөз адамның екі дүниесіне де пайда келтіретін сөз. Жақсы сөзге өзгелердің көңілін көтеру үшін айтылатын есі сөз. Мұңайған жанға үміт сыйлау үшін, жаны жаралы жанның көңіліне медеу болу үшін айтылған демеу сөз. Қарыз сұрап келген адамға сенім, жігер сыйлайтын отты сөз. Адамдардың арасын жарастыру үшін айтылған жылы сөз. Біреудің қатесін түзету үшін жанашырлықпен айтылған шынайы сөз. Жақсылықты көбейтіп, жамандыққа тосқауыл қою үшін айтылған насихат сөз. Өз білгеніңді өзгелермен бөлісу, басқаларға үйрету үшін айтылған ойыңдағы сөз де жатады. Міне, осындай игі мақсатта айтылып өз иесін тауып жатқан жүйелі сөздің барлығын жақсы сөз деп атаймыз. Жүрек таза болғанда ғана тілден әдемі сөз шығады дейді. Сөз адамның адамгершілігі мен парасат деңгейінің айнасы. Сөз жан азығы. Ендеше тіліміз осындай жақсы сөздерді айтудан қорғамасын деп тілейміз. Баяғыда бір қарт ескі досымен шай ішіп отырып, бөлме ішіне мұқият зер салып, қоңыр түсті заттарды есіңде сақта дейді. Бөлме ішінде қоңыр түсті заттар өте көп еді. Бірақ досы бұл тапсырманы еш қиындықсыз орындайды. Сонда қарт оған енді көзіңді жұмып, көк түсті заттарды атап шық дейді. Досы сасып қалып, мен тек қоңыр түсті заттарға мән бердім, көк түсті еш нәрсе байқамадым дейді. Қарт енді көзіңді ашып, айналаңдағы көк түсті заттарға қара. Олар сен ойлағаннан да көп дейді. Бұл шындық еді. Досы қатты таңырқаған сәтте қарт сөзін жалғап, бөлмеден қоңыр түсті заттарды, өмірден тек жамандықты іздей беретін болсаң, оларды міндетті түрде табасың. Олар өміріміздің бір бөлшегіне айналады. Сол себепті тек жақсылыққа сен. Расымен де, әлем біздің санамызда өмір сүреді. Мәселе қиындықта емес, сол қиындықты қалай қабылдайтындығымызда. Жақсы ойла, ол әдетің айналады. Ал әдетің мінезіңе. Мінезің болса, ол сенің өмірің деп бекерге айтылмаса керек.